кастор майын ас содасының қоспасын қолданып көріңіз. Сонда сіздің денеңізбен не болатынын көресіз. Қарапайым, бірақ қуатты табиғи құрал бар деп елестетіңізші. Ол қырсық тері мәселелеріне де, буындағы терең ауырсынуға да көмектесе алады. Қызықты естіледі, солай емес пе? Ал егер мен сізге бұл комбинацияның бірнеше ұрпақ бойы қолданылып келе жатқанын және тіпті заманауи зерттеулермен расталғанын айтсам ше? Кастор майы мен ас содасы күнделікті қолданыстағы екі қарапайым ингредиент. Бірақ олар сіз ұзақ уақыт бойы іздеп жүрген шешім болуы мүмкін. Бірақ неге бұл қоспа соншалықты жақсы әсер етеді? Оны түрлі денсаулық және сыртқы келбет мәселелеріне тиімді ететін не? Және оны дұрыс қолдану арқылы ең жақсы нәтижеге қалай қол жеткізуге болады? Бүгін біз осы сұрақтарға жауап береміз. Көп адамдар бұл қоспаны дұрыс дайындамай немесе дұрыс қолданбай жатады. Нәтижесінде оның барлық пайдасын көре алмайды. Осы видео барысында біз сізге бұл қоспаның ерекше қасиеттерін айтып, оны дұрыс қолдану жолдарын көрсетеміз. Жиі жіберілетін қателіктерден қалай сақтану керегін түсіндіреміз, және оны қауіпсіз әрі дәл сіз үшін тиімді етуге қандай сақтық шараларын ұстану керегін айтып өтеміз. Соңына дейін бізбен бірге болыңыз, себебі ешбір маңызды ақпаратты өткізіп алғыңыз келмейді. Ал қасиеттері мен дайындау жолына көшпес бұрын, егер біздің каналымызға алғаш рет келіп тұрсаңыз, қош келдіңіз. Денсаулыққа бірге қамқорлық жасайық. Лайк басуды және каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Сонда жаңа видеоларды жіберіп алмайсыз. Сіз үшін жақсы көңіл-күй мен денсаулық жолы осы жерден басталады. Сондай-ақ пікірге қай елден көріп отырғаныңызды жазып қойсаңыз, бізге қуаныш болады. Енді кастор майынан бастайық. Бұл қою алтын түстес май. Табиғаттың нағыз сыйлығы. Оның қабынуға қарсы қасиеттерінің арқасында ол буын ауырсынуын азайтып, ісінуді басады. Сондықтан оны артрит кезінде және бұлшықет ауырсынуларында жиі қолданады. Бірақ оның пайдасы мұнымен бітпейді. Кастор майы терінің құтқарушысы. Ол теріні терең ылғалдандырады, коллагеннің түзілуін ынталандырады, тыртықтар мен созылу іздерін азайтуға көмектеседі. Теріні тегіс әрі жас көрінетін етеді. Бұл да бәрі емес. Кастор майы шаш пен тырнақты да күшейтеді. Ол түбінен бастап ұшына дейін қоректендіріп, сынудың алдын алады. Шын мәнінде бұл әр үйде болуы тиіс әмбебап көмекші. Енді ас содасына тоқталайық. Бұл қарапайым көрінгенімен өте пайдалы ұнтақ тек аспаздықта ғана емес, емдік және косметикалық мақсатта да кеңінен қолданылады. Сода табиғи қышқылдандырғыш. Ол қыжыл мен асқазанның қышқылдығын тез және тиімді азайтады. Сонымен қатар ас сода жұмсақ эксфолиант, яғни ол терідегі өлі жасушаларды нәзік тазартып, бет өңін жаңартады. Ешқандай тітіркену тудырмайды. Антибактериялық және қарсы құрт қасиеттерінің арқасында сода инфекцияларға, безеулерге және тіпті терідегі саңырау құлақ ауруларына қарсы жақсы көмектеседі. Кішкентай, бірақ қуатты бұл ұнтақ табиғи құралдар әлемінде өз орнын лайықты иеленген. Ендеше, неге оларды біріктіру керек? Екеуі бірге қолданылғанда әсерлері күшейеді. Кастор майы теріге терең еніп, қоректендіру мен қалпына келтіруді қамтамасыз етсе, сода тазартқыш және антисептикалық әсерді күшейтеді. Бұл қоспа қан айналымын жақсартады, иммунитетті қолдайды және ағзадан токсиндерді шығаруға көмектеседі. Қарапайым, бірақ тиімді бұл комбинация денсаулық пен күтімге деген көзқарасыңызды өзгерте алады. Міне, осы қоспаның таңғалдырарлық қасиеттерінің кейбір ғана. Бірінші қасиет – аллергиялық реакцияларды азайту. Кастор майы мен ас содасының үйлесімі терідегі аллергиялар мен қабынуларды азайтуда тамаша нәтиже көрсететін табиғи құрал. Кастор майы құрамындағы рицинол қышқылы өте күшті қабынуға қарсы қасиеттермен танымал. Этнофармакология журналында жарияланған бір зерттеуде кастор майының терідегі тітіркендіргіштерден болған ісіну мен қызаруды азайту қабілеті дәлелденген.
Бұл кастор майын аллергиялық реакцияларды жеңілдету үшін тамаша таңдау етеді. Оның қою және жабысқақ құрылымы терінің бетінде қорғаныс қабатын түзіп, ылғалды ұстап тұрады. Және жаңа тітіркендіргіштердің теріге енуіне жол бермейді. Ал ас содасы табиғи нейтрализатор ретінде жұмыс істейді. Оның сілтілі табиғаты аллергиялық реакция кезінде жиі бұзылатын терінің pH балансын қалпына келтіруге көмектеседі. Бұл тепе-теңдік қышынуды, ашуды және жайсыздықты азайтады. Сондай-ақ реакцияны тудырған тітіркендіргіш заттарды бейтараптайды. Дерматологиялық емдеу журналында жарияланған зерттеу соданың қышынуды басуға көмектесетін қасиеттерін растаған. Сондықтан ол сезімтал тері үшінде жұмсақ әрі тиімді құрал болып саналады. Осы екі компонент бірге қолданылғанда тыныштандыратын дуэт түзеді. Олар қабыну мен тітіркенуді ғана басып қоймайды, сонымен бірге терінің қалпына келуін жылдамдатады, қызару мен ісінуді азайтады. Бұл табиғи құрал аллергияға бейім адамдар үшін химиялық препараттарға қауіпсіз балама бола алады. Келесі қасиет антибактериялық және қарсы құрт әсері. Кастор майы мен сода комбинациясы бактериялық және саңырауқұлақ инфекцияларына қарсы күресте қуатты табиғи құрал. Кастор майының құрамында рицинол қышқылы сияқты ерекше қосылыстар бар. Олар зиянды микроорганизмдердің өсуін тежейді. Жұқпалы аурулар және қоғамдық денсаулық журналының зерттеулері кастор майының кен қаралған тері патогендеріне қарсы тиімділігін растайды. Бұл кастор майын безеу, аяқ саңырауқұлағы немесе теміреткі сияқты мәселелерді емдеуде пайдалы етеді. Терінің терең қабаттарына еніп, ол инфекцияның ошағына ішінен әсер етіп, жазылу процесін жылдамдатады. Сода бұл әсерді толықтыра отырып, бактериялар мен саңырауқұлақтарға қолайсыз орта жасайды. Оның табиғи сілтілі қасиеттері зиянды микроорганизмдердің өсуіне кедергі келтіреді. Ал жеңіл абразивтік әсері теріні ластанудан және не өлі жасушалардан тазартуға көмектеседі. Зерттеулер сода саңырауқұлақ инфекцияларына қарсы тиімді екенін, әсіресе теріге қатысты жағдайларда, сондай-ақ олардың қайта пайда болуына жол бермеуге көмектесетінін атап өтеді. Бірге қолданылған сода мен кастор майы микробтарды жоюмен қатар теріні қалпына келтіру кезінде оны тыныштандырады. Бұл қоспа тұрақты инфекциялармен күресудің тиімді әрі қарапайым тәсілі болып табылады және терінің жалпы денсаулығын қолдайды. Оны қалай дұрыс қолдану керек екенін видеоның кейінгі бөлімінде айтып береміз. Сондықтан соңына дейін көруді ұмытпаңыз. Тағы бір маңызды қасиет – жаралардың жазылуын тездету. Кастор майы мен ас содасының үйлесімі терідегі зақымдануларды тезірек жазуға және тыртықтардың пайда болуын азайтуға көмектесетін керемет табиғи құрал. Кастор майы ежелден қабынуды басу және жараларды инфекциядан қорғау қабілеті үшін бағаланған. Оның қою және қоректік құрылымы терінің бетінде қорғаныс қабатын түзеді. Ылғалды ұстап тұрып, жаңа және сау тіндердің өсуіне жағдай жасайды. Бұл кастор майын ұсақ кесік, көгеру және сызаттар кезінде өте тиімді етеді. Сонымен қатар оның коллаген синтезін ынталандыру қабілеті терінің серпімділігін жақсартады және көзге көрінетін тыртықтардың пайда болу қаупін азайтады. Ал ас содасы қосымша рөл атқарады. Ол жараны жеңіл тазартып, оның жазылуы үшін қолайлы теңгерімді орта жасайды. Ас содасының табиғи антисептикалық қасиеттері ластануды жоюға және бактериялардың көбеюіне жол бермеуге көмектеседі. Осылайша жараның таза әрі қорғалған болуын қамтамасыз етеді. Зерттеулер сода ісінуді және тітіркенуді азайтып, терінің табиғи қалпына келу процестерін қолдайтынын көрсетеді. Осы екі компонент бірге қолданылғанда тіндердің регенерациясын жеделдетіп, тыртықтардың пайда болуын барынша азайтады. Бұл тәсіл терінің тезірек жазылуына ғана емес,
ұзақ мерзімде оның тегіс әрі сау болуына көмектеседі. Келесі қасиет ауырсыну мен қабынуды жеңілдету. Ауырсыну мен қабыну, мейлі ол артрит, буындардың қатып қалуы, немесе бұлшықшет ауырсынуы болсын, адамның өмір сапасын айтарлықтай төмендететін мәселелер. Кастр майы мен ас содасының қоспасы осы мәселелермен күресуге көмектесетін тиімді табиғи құрал болып табылады. Кастр майы тері мен тіндердің терең қабаттарына еніп, қабынуды және ісінуді дәл ауырсыну ошағында басады. Оның тыныштандыратын қасиеттері буындардың қаттылығын азайтып, қозғалысты қалпына келтіруге көмектеседі. Әсіресе созылмалы ауырсынудан немесе күш түскеннен кейінгі шаршаудан зардап шегетін адамдар үшін бұл өте маңызды. Ас содасы бұл әсерді күшейте отырып, ауырсыну аймағындағы қам айналымды жақсартады. Қанның күшейген айналымы қабынған тіндерге көбірек оттегі мен қоректік заттарды жеткізіп, олардың қалпына келуін тездетеді. Сонымен қатар ас содасының сілтілендіру қасиеті ағзадағы pH балансын реттеуге көмектеседі. Бұл да буындар мен бұлшықеттердің жағдайына оң әсер етуі мүмкін. Бұл қоспаны ерекше ететін нәрсе, оның тек жылдам жеңілдік қана емес, ұзақ мерзімді нәтиже беру қабілеті. Кастр майы теріні ылғалдандырып, тыныштандырған кезде сода тіндерді тазартып, табиғи қалпына келу процестерін қолдайды. Екі компонент бірге қолданылғанда ауырсынуды азайтып қана қоймай, тіндерді күшейтіп, оларды уақыт өте келе анағұрлым сау әрі күйзеліске төзімді етеді. Бұл қозғалыстың жеңілдігін қайтаруға және жайсыздықты азайтуға көмектесетін қарапайым әрі табиғи шешім. Келесі қасиет көздің шаршауы мен ісінуін басу. Көздің шаршауы мен ісінуі сыртқы келбетті ғана емес, жалпы жағдайды да нашарлатады. Бақытымызға орай, кастр майы мен сода комбинациясы көз айналасындағы теріні жаңартып, шаршауды басатын табиғи әдіс ұсынады. Кастр майы өзінің ылғалдандыру қасиеттерімен танымал. Ол көздің айналасындағы нәзік әрі сезімтал теріні терең қоректендіріп жұмсартады. Оның қабынуға қарсы әсері ісінуді азайтып, көзқарасты сергек әрі жинақы етеді. Ал ас содасы қабынуды жеңілдетіп, осы аймақтағы микроциркуляцияны жақсартады. Қан айналымының жақсаруы ісінуді азайтып қана қоймай, керінің өңін ашып, оны сау әрі жас көрінетін етеді. Косметикалық дерматология журналында жарияланған зерттеулерде кастр майы сияқты табиғи қабынуға қарсы құралдардың көз астындағы ісіну мен терінің серпінділігін жақсартудағы тиімділігі атап өтілген. Екі компоненттің біріктірілген әсері тітіркенуді басып, ісінуді азайтады және көз астындағы теріге балғындық қайтарады. Ұйқының қанбауы, стресс немесе ұзақ уақыт экранға қарау сияқты себептерге байланысты көз шаршаған болса, бұл қоспа сіздің көзқарасыңызға сергектік пен энергия бере алады. Бұл табиғи құрал нәзік болса да, көз айналасын тиімді түрге жасартады және жеңілдік сыйлайды. Келесі қасиет қышыну мен тітіркенуді басу. Қышыну мен тітіркену жәндіктердің шағуы. Бөртпе немесе жеңіл аллергиялық реакция болсын, күнделікті өмірге қатты кедергі келтіретін жағымсыз жағдайлар. Кастр майы күшті тыныштандырғыш әсермен танымал. Ол терінің терең қабаттарына еніп, қабынуды азайтады және қышыну сезімін бәсеңдетеді. Майдың жұмсартатын қасиеттері тітіркенген аймақты жайландырып, қызару мен ісінуді төмендетеді. Кастр майының ерекшелігі терінің қалпына келуін тездетіп, жағымсыз сезімді жеңілдетуі. Ас содасы бұл қоспада табиғи нейтрализатор ретінде әрекет етеді. Ол қышынудың негізгі себебін жояды. Тітіркенген аймаққа жағылған кезде сода аллергиялық реакциялар мен қабынулар кезінде жиі бұзылатын эран балансын қалпына келтіруге көмектеседі. Бұл тері үшін қолайлы орта қалыптастырып, жайсыздықты азайтады. Сонымен қатар соданың жеңіл антисептикалық қасиеттері теріні тазартып, қайта тітіркену мен ықтимал инфекцияның алдын алады.
Клиникалық дерматология журналында жарияланған зерттеуде ас содасы жеңіл тері мәселелерінде қышынуды айтарлықтай азайтқаны көрсетілген. Бұл оны қышынуды және тітіркенуді жеңілдетуге арналған сенімді құрал етеді. Екі компонент бірге қолданылғанда тез әрі тиімді тыныштандыратын әсер береді. Сонымен қатар терінің табиғи қалпына келуін қолдайды. Бұл қоспа тек қышынуды басып қана қоймай, терінің тепе-теңдігін сақтап, оны қорғалған және жанарған күйде қалдырады. Келесі қасиет – сүйелдер мен папилломаларды кетіру. Сүйелдер, папилломалар және басқа да жағымсыз тері өсінділері жиі ыңғайсыздық тудырып, одан құтылу қиынға соғады. Алайда кастр майы мен ас содасының қоспасы олармен күресудің табиғи әрі тиімді жолын ұсынады. Кастр майы терідегі қалыптан тыс өсінділерді жұмсартып, олардың құрылымын жақсартуға көмектеседі. Оның белсенді компоненттері жергілікті иммундық жауапты күшейтіп, ағзаға сүйелдер мен папилломаларды табиғи жолмен жоюға көмектеседі. Сонымен қатар оның ылғалдандырғыш әсері айналадағы сау теріні құрғаудан және тітіркенуден сақтайды. Ас содасы бұл әсерді жұмсақ абразив ретінде күшейтеді. Ол өсіндінің жоғарғы қабатын ақырын алып тастап, оның біртіндеп кішіреюіне ықпал етеді. Бірақ сау теріні зақымдамайды. Соданың жасаған сілтілі ортасы папиллома вирусы, адам папиллома вирусы HPV үшін қолайсыз жағдай туғызады. Бұл вирус көбіне сүйелдердің пайда болуына себеп болады. Келесі қасиет – созылу іздері мен тыртықтарды азайту. Созылу іздері мен шрамдар көптеген адамдарды мазалап, өз денесіне деген сенімділікті төмендетуі мүмкін. Алайда кастр майы мен ас содасы осы іздер мен тыртықтардың көрінісін уақыт өте келе азайтатын табиғи әдіс ұсынады. Кастр майы терінің терең қабаттарына еніп, коллаген өндірілуін ынталандырады. Коллаген терінің серпінділігі мен қалпына келуін қамтамасыз ететін негізгі элемент. Осы себепті кастр майы созылу іздерін және тыртықтарды азайтуға өте жарамды. Одан бөлек, майдың интенсивті қоректендіру әсері теріні тығыз әрі икемді етіп, жаңа зақымданулардың алдын алуға көмектеседі. Келесі қасиет – тырнақ денсаулығын қалпына келтіру. Сыңғыш тырнақтар мен саңырау құлақ инфекциялары қол эстетикасына да өзін жайлы сезінуге де әсер етеді. Бұл жерде де кастр майы мен сода қоспасы көмекке келеді. Кастр майы тырнақ пен кутикуланы терең қоректендіретін май қышқылдары мен Е витаминіне бай. Оның нәтижесінде тырнақтар қатайып, сынуға бейімділігі төмендейді. Сонымен қатар қан айналымының жақсаруы тырнаққа қажетті оттегі мен қоректік элементтердің жеткізілуін күшейтеді. Бұл тырнақтың жалпы денсаулығын жақсартады. Ас содасы тырнақтағы және оның айналасындағы саңырау құлақ инфекцияларымен күресуге көмектеседі. Оның табиғи антисептикалық қасиеттері саңырау құлақтардың өсуіне жол бермейтін орта жасайды. Бұл қоспаны тұрақты қолдану тырнақты нығайтады. Оның түсін жақсартады және жалпы саулығын қалпына келтіреді. Соңғы пайдалы қасиеттердің бірі ерлер денсаулығын қолдау. Кастр майы мен ас содасын бірге пайдаланып жасалатын компресстерді төменгі іш аймағына қою ер адамдардың жетілген жастағы денсаулығына кешенді оң әсер береді. Бұл тәсіл кіші жамбас аймағындағы қан айналымын жақсартып, қабыну процестерін төмендетуге және бұлшықшет кернеуін азайтуға ықпал етеді. Әсіресе қуықасты безі мәселелері кезінде қан айналымының жақсаруы оның қызметіне оң әсер етіп, жайсыздықты азайтады. Кастр майының табиғи қабынуға қарсы қасиеттері мен ас содасының сілтілендіру әсері бірге қолданылғанда тіндердің қалпына келуіне және гормоналды тепе-теңдіктің сақталуына қолайлы жағдай тудырады. Мұндай компресстерді тұрақты қолдану иммунитетті нығайтып, алмасу процестерін жақсартады және жалпы ағза тонусын көтереді. Бұл ер адамның өмірлік энергиясына және күшіне тікелей әсер етеді. Бұл әдіс простата саулығын табиғи жолмен қолдауға көмектеседі және ағзаға көптеген дәрілерге тән жанама әсерлерсіз оң нәтиже береді. Тері мәселелері және аллергиялар кезінде 1 шай қасық кастр майын
бір немесе 2 шай қасық ас содасымен араластырыңыз. Қоспаны қажетті аймаққа 5 немесе 10 минутқа жағып, кейін жылы сумен шайыңыз. Саңырауқұлақ инфекцияларында. Кастр майы мен ас содасын тең мөлшерде араластырыңыз. Қоспаны зақымдалған картты жерге 20 немесе 30 минутқа жағу қажет. Белгілер жойылғанға дейін күніне 2 немесе 3 рет қайталаңыз. Жаралар мен көгерулер. Кастр майы мен соданы теңдей етіп араластырып, қоспаны зақымданған аймаққа 20 немесе 30 минутқа жағыңыз. Тәулігіне 2 немесе 3 рет қолдану жазылуды тездетеді. Буын және бұлшықет ауырсынуы кезінде. Қоспаны ауырсынған аймаққа уқалап жағып, 20 немесе 40 минут ұстаңыз. Егер ұйықтар алдында қолдансаңыз, әсері күшейе түседі. Үстінен жылы мата жауып қойсаңыз, қоспаның енуі жақсарады. Шаршаған көздер үшін. Жарты шай қасық ас содасын 1 шай қасық кастр майымен араластырыңыз. Қоспаны көз айналасына өте ұқыпты жағып, көзге тигізбеуге тырысыңыз. Қоспаны қабаққа қойып, 20 немесе 25 минут ұстаңыз. Созылу іздері мен тыртықтарды азайту үшін. Қоспаны проблемалы аймаққа 30 немесе 40 минутқа жағып тұрыңыз. Күн сайын қолдансаңыз, уақыт өте келе созылу іздерінің айқындылығы азаяды. Сүйелдерді кетіру үшін. Қоспаны тікелей сүйелдің үстіне жағып, үстінен таңғыш қойыңыз. Оны түнге қалдырыңыз. Сүйел толық кеткенше күн сайын қайталаңыз. Безеу және майлы тері үшін. Қоспаны аптасына 2 немесе 3 рет қолданып, теріні тазалауға, майлылықты теңестіруге және қабыну тудыратын бактерияларды азайтуға болады. Шаш және бас терісі үшін. Қоспаны шаштың түбіне жағып, 20 минут ұстаңыз. Содан кейін мұқият жуыңыз. Аптасына 1 рет қолдану шаштың өсуін ынталандырып, қайызғақты азайтады. Ерлер денсаулығы үшін. 1 ас қасық кастор майын 1 ас қасық ас содасымен араластырыңыз. Қоспаны таза шүберекке жағып, оны төменгі іш аймағына 20 немесе 30 минутқа қойыңыз. Аптасына 2 немесе 3 рет қайталау жай күйді жақсартады. Енді сақтық шаралары туралы. Кастор майы мен ас содасы табиғи құрал болғанымен, оны дұрыс әрі қауіпсіз қолдану маңызды. Егер сізде кастор майына немесе ас содасына аллергия болса, бұл қоспаны қолданбаған жөн. Аллергияға бейімділікті анықтау үшін алдымен қоспаны білектің кішкентай бөліміне жағып, 15 минут күтіп көріңіз. Егер қызару, қышыну немесе тітіркену пайда болса, қоспаны пайдаланбаған дұрыс. Егер қоспаны үлкен аймақтарға жағып қолдануды жоспарласаңыз, әсіресе жүкті кезде немесе бала емізу кезеңінде міндетті түрде дәрігермен кеңесіңіз. Табиғи кастор майы ағзаға әсер етуі мүмкін және бұл кезеңдерде оның қолданылуы әрқашан қауіпсіз бола бермейді. Осы қарапайым сақтық ережелерін сақтай отырып, сіз бұл қуатты табиғи қоспаны қауіпсіз пайдаланып, мүмкін болатын қауіптерді азайта аласыз. Әрдайым өз ағзаңыздың реакциясына назар аударыңыз және күмән туған жағдайда маманға жүгініңіз. Қорытындылай айтқанда, кастор майы мен ас содасы денсаулық пен сұлулық үшін теңдесі жоқ күшке ие, қарапайым, күнделікті қолданыстағы ингредиенттер. Олар теріні тыныштандырып, буын ауырсынуын жеңілдетуге, тырнақ күйін жақсартуға және көптеген басқа мәселелерге көмектеседі. Алдымен бұл қоспаны сыртқа қолданып көрген дұрыс және әрдайым қауіпсіздік шараларын сақтаңыз. Сонда оның сізге қолайлы екенін анықтай аласыз. Егер сіз бұл қоспаны пайдаланып көрген болсаңыз, немесе енді қолдануды ойлап жүрсеңіз, пікір қалдырып өз тәжірибеңізбен бөлісіңіз. Бұл қоспа сізге қалай көмектескенін білу біз үшін өте қызық. Лайк басуды, пайдалы болуы мүмкін адамдармен бөлісуді және жаңа табиғи денсаулық кеңестерін жіберіп алмау үшін каналға тіркеліңіз. Бізбен бірге болғаныңыз үшін рахмет. Келесі видеода кездескенше.